Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін творог қосылып дайындалатын алмалы пирог пісіріп үйренеміз. Видеоны толық аяғына дейін қарап, каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Ең алдымен ыдысымызға 100 грамм сары май, 50 грамм секер, 1 жұмыртқа, азғантай тұз, ванилин және 100 грамм қаймақ қосып, миксермен араластырып аламыз. Миксермен араласып болғасын, 130 грамм ұнымызға 1 шай қасық қопсытқыш қосып, осы дайындап жатырған массаның үстіне араластырамыз. Осылай араластырып болғасын, алдын ала дайындап алған қалыбымызға жаңағы массамызды құйып, бір шетке қоя тұрамыз. Болғасын, бетіндегі салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 дана алма қажет болады. Осылай алмаларымызды әдемілеп кесіп, сосын жаңағы дайындап қойған массамыздың бетіне әдемілеп қойып шығамыз. Әдемілеп қойып, бір бұрышқа қоя тұрамыз. Енді творогтан дайындалатын екінші құймасын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға 200 грамм творог, 200 грамм қаймақ, 1 жұмыртқа, 50 грамм секер, ванилин және 50 грамм ұн мен 50 грамм крахмалымызды араластырып, миксермен айналдырып аламыз. Массамызды алмамыздың бетіне құйып шығамыз. Сосын 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут беті қызарғанша пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын. Бетін секердің ұнтағымен әсемдеуге болады. Сіздермен бірге болған дәмді дастархан. Келесі кездескенше сау болыңыздар.